Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дәмді палау дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет. Бізге ең алдымен қажеттісі 2 дана пияз, сәбіз және ет. Пиязымыз осылай жіңішке етіп турап аламыз. Барлығы күріштің килосына байланысты қосылады. Менің YouTube каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сәбізімізді дәл осылай турап аламыз. Ұзынша етіп турап аламыз осылай. Міне барлығы дайын. Енді майымызды қыздырып, 400 грамм қызып тұрған қазанымызға 400 грамм май құйып, осылай пиязымызды салып, қызарғанша осылай қуырып аламыз. Осылай қызару қажет. Сол кезде етімізді саламыз. Етіміз сиыр еті, бұл жерде 300 грамм сиыр еті. Дәміне қарай өздеріңіз тұзды да өлшеп салсаңыздар болады. Мен бұл жерде 1 ас қасық тұз салатын боламын. Етіміз қызарғаннан кейін сәбізімізді салып 4-5 минут осылай етпен бірге араластырып қуырып алып, бетіне сәл етіміз бататындай етіп су құйып аламыз. Астын жай қойып, отымызды пасайтып, жақсылап қайнатып аламыз. Бетін осылай жауып, осылай қайнағаннан кейін арнайы палауға арналған приправа 4 килоға арналған. Мен бұл жерде бір пачканың барлығын қосатын боламын. Ол жерде дәмі ешқандай өзгеріс болмайды. Мен 500 грамм осылай күрішімізді жақсылап жуып аламын. Суымыз мөлдір болғанша 2-3 қайтара жуып аламын. Және бетін батырмай су құйып, жарты сағатқа қойып қоямын. Осылай етіміз піскен уақытта күрішімізді осылай бетіне шашып саламыз. Сарғыш түстес болып шығады, өйткені приправаның ішінде күркумасы да бар, мейізі де бәрі дайын. Арнайы палауға арналған приправа. Осылай бетін бір тегіс қылып, астын қатты қойып, буын шығарып аламыз. Суымызды қатты қайнатамыз. Осылай ортасын тесіп, буын шығарып қатты отта сәл 5 минуттай қайнатамыз. Міне біздің күрішіміз 5 минуттай қайнады. Су сәл тартылды. Міне буы шыға бастады уже. Қатты қайнап жатқаны көрініп тұр. Енді күрішімізді ортасына жинақтап, осылай ортамызға жинақтап, ет астында тұруы қажет, етті бетіне көтерудің қажеті жоқ. Өйткені ет астында жақсылап пісе бастайды. Күрішіміз суда емес, буда піскесе өте тал-тал болып шығады. Осылай сәл қайнатамыз 5 минуттай, өйткені су жақсы тартылуы қажет. Бізге аз ғана су жеткілікті, өйткені бұл күрішіміз жарты сағат жылы суда тұрған. Осылай күрішімізді енді сәл араластырып,
өйткені арасындағыларға да араласуы қажет, бір текті пісуі қажет күрішіміз. Осылай қайтадан жинақтап, ортасын тесіп, міне осылай кекбардың көмегімен осылай орталарын барлығын осылай тесіп шығамыз. Осы тесіктер арқылы бұл қатты шығып, күрішіміз толықтай пісіп шығады. Бетін жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минутта жақсы пісіп шығады. Осылай мен чеснок, сарымсақ, бір үштік осылай астын кесіп, осылай күріштің бетіне қоямын. Ол да дәмін өте керемет береді. Бұл өте дәмді, нағыз өзбек палауы десе де қателеспейміз. Қараңыздар, барлығы шашырап, өте дәмді пісті. Өте қиындығы жоқ бұның. Дәл осылай пісіріп көріңіздер. Өте дәмді күркума қосылған сары палау. Қараңыздар, күріштеріміз өте шашырап, әдемі пісті. Күрішімізді осылай салмас бұрын бірінші жақсы араластырып алуымыз қажет. Сәбіз өйткені астында. Сәбізі күрішке жақсы араласуы қажет. Етімізді қараңыздар, өте былқылдаған, жұмсақ. Өйткені суда да, буда да жақсы пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осылай жасап көріңіздер. Нағыз өзбек шашпа палауы. Қараңыздар, өте дәмді, түсі де өте керемет көрініп тұр. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.